Осыдан бір жыл бұрын Атырау қаласында бір дүкенге сатушы болып жұмысқа барған болатынмын. Жатын жер мен тамағы қамтылған, жалақысы да, үстінен түсетін пайыздық ақшасы да көңілге қонымды болды. Оқуымның ақшасын табуға, ата-анама салмақ салмауға бұл табылған жұмыс еді. Дүкенде ерлер киімін саттым. Дүкенге келушілердің көбі ер адамдар. Олардың арасында телефон нөмірімді сұрайтын жас жігіттер де болды. Бастапқыда қап-қара киініп, бетін тұмшалап алған әйелдерін ертіп келген ер адамдарды көргенде шошына қарайтынмын. Кейіннен көз үйренді. Сөйлеген сөзімнен шымкенттік екенімді бірден біліп қоятын. Дүкенге әр жолы жаңа киімдер түскен сайын бір жігіт тұрақты келетін. Бір күні жаңа заттар келгенде айтып тұрасың деп, телефон нөмірімді сұрап алған. Киім сұрап қоңырау шалатын жігіт кейін жағдай сұрасып та телефон соғатын болды. Оның сақал қоюы өзіне жарасымды. Кездескенде Шымкенттің қыздары пысық келеді. Атырауға келін болуға қалай қарайсың? Деген сұрақта қоя бастады. Бір Қазақстанның іші ғой, неге қалмасқа дейтінмін. Жұмысын сұрағанымда, мұнай саласы бойынша бір фирмада менеджер болып істейтінін айтқан. 3-4 ай өткенде нақты үйленейік деген ұсыныс айтты. Сосын шариғат бойынша мешітке барып неке қидырамыз. Заңды түрде некеге тұру ешқайда қашпас. Бастысы, бірге болсақ болды емес пе, деді. Не керек, үйлендік. Бірақ беташар жасамады. Бір апта өткеннен соң жұмысымнан шығарып алды. Мейлі, дұрыс. Келесі аптада жайлап хиджаб кию жайлы әңгімелерін бастады. Бұрын мұндай әңгімелерің жоқ сияқты еді. Саған не болған, десем, сені сырт көзден қызғанамын, дейтін. Интернеттен орамал тағып оранған қыздардың суреттерін көрсетті. Оның айтуымен мен киім үлгілерімді өзгерте бастадым. Бірақ хиджаб кимедім. Тек ұзын етек кидім. Бірақ Нұржан маған хиджаб сатып әкеп, соны киюге мәжбүрледі. Мен қарсы болдым. Арамызда ұрыс керіс басталды. Нұржан, менің айтқаныммен жүресің. Менің ки дегенімді киесің деп айқайлады. Мен оны түсіне алмадым. Ренжідім. Соңында жылап та қалдым. Қасыма келіп басын ұстап терең күрсінген Нұржан, екеумізді де жоқ қылады, деді. Ыршып түстім. Мен одан қорқайын дедім. Түнімен ойланып шықтым. Күйеуге шыққаныма бұлай өкінемін деп ойламаппын. Ертеңінде төркініме барып қайтпаққа сұрандым. Ешқайда жібермеймін деп кесіп айтты. Мен сонда төркініме де бара алмаймын ба? Бірақ бұл сұрақты ішімнен шығармадым. Қулыққа көштім. Әйтпесе мен одан құтыла алмас едім. Жарайды. Сен не айтсаң соны істеймін. Әйел күйеуін тыңдау керек, деп оған мойынсұнған кейіп таныттым. Ки деген хиджабын киіп, мен оның сеніміне кірдім. Арада бір ай уақыт өткенде ол маған толықтай сене бастады. Осы кезде одан қашудың сәті келгенін білдім. Бастапқыда сыртымнан құлыптап кететін. Сеніміне кірген соң ба, соңғы кезде есікті кілттеп ал, деп айтатын болған. Бір күні амалын тауып Нұржан үйде жоқта, пойызға билет сатып алып Шымкентке қарай жол жүріп кеттім. Шымкентке жеткенше телефонымды қоспадым. Үйге келіп есіктен кіргеннен соң ғана еркін тыныстадым ау. Анама бар шындықты айттым. Содан бері бір жылдай болды. Нұржан мені іздеген жоқ. Бір жыл уақыт бойы қайда барсам да қорқып, жан жағыма елеңдеп жүретінмін. Ертерек ебін тауып, шешім қабылдап кетіп қалғаныма қуанамын.
Дегенмен әлі де менде қорқыныш бар. Алыс жолға шықсам бойымды бір үрей билейді де тұрады. Тәуелсіз өз елімде бейбіт заманда үреймен қорқып күн кешкеннен артық азап жоқ шығар. Әрине, өзім кінәлімін. Ата-анаммен таныстырмаған, жігіттен де әке-шешесімен таныстыруды талап етпеген өзіме де дауа жоқ қой. Тек неке қидырып, басқа қалада туыстарын танымайтын жігітпен бірге тұруға келісім бергенде қалай қорықпадым десеңізші. Бірақ бір жыл сол қателігімнің азабын көрдім ғой, үрейленіп жүріп. Негізі қыздардың көбісі намаз оқитын жігіттерге қызығады. Ондай жігіттен жақсы әке, қамқор күйеу шығады деп ойлайды. Дұрыс ақ, бірақ ондай жігітке тұрмысқа шығарда екі жақтың ата-аналарын таныстырып, кездестірген жөн дер едім. Сондай-ақ, кейбір жігіттер көз бояушылық үшін де намаз оқитынын есте ұстаған абзал. Мысалы, менің бір құрбым намазхан жігітпен танысқан еді. Тұрмысқа шыққаннан соң күйеуі 1-2 ай намаз оқиды да, одан соң оның намаз оқығанын көрмейді. Сөйтсе, жігіт намазды қыздың сеніміне кіріп, жүрегін жаулау үшін ғана оқыған көрінеді. Құрбымды да күйеуі әке-шешесімен таныстырмаған. Олар Ташкентте тұрады деп сөзден қаша береді. Кейін құрбым ішкі істер департаментінде жұмыс істейтін бір танысына айтып анықтаса, шынында жігіт Өзбекстанда тұратын боп шығады. Сондай-ақ, оның ол жақта әйелі, бала-шағасы бар екен. Қазақстанға жұмыс іздеп келген жігітке қысты өткізу үшін уақытша тұратын жылы пәтер, тамағын істеп, кірін жуатын уақытша әйел керек болған екен. Құрбымның некесі менікі секілді ұзаққа созылмады.